Біз мына Сканави орталығындамыз қазір. Бұл орталықты былтыр шілде айында бір аяқ асты Инстаграмда ақтап отырып көріп қалдым. Нұрланмен бірге оқығанбыз университетте. Сосын айттым, мынау Нұрлан бір жақсы білімді жігіт. Бұның жаңағы бізде қазір көп нәрсе бар ғой, мұғалім болу бар да, оның методика деген нәрсе бар. Математиканың методикасы деген нәрсе бар. Сол математиканың методикасынан өте жақсы білімді азамат. Сосын бірден айттым, мен осы барып сөйлесейік. Сосын бұл кісілердің жаңағы мастер-классы бар екен. Мастер-классқа келдік, балалардан тест алдық. Баламыз 3 пен 4-тің ортасында есеп шығарды. Сосын айтты, қатты дайындалу керек сіздерге деді. Біз жаңағы белгілі мектептерге барамыз деген ой болған жоқ. Жалпы баланың білімін көтерсек деген. Сосын бұл жерге келген көптеген ақпараттар алдық. Жаңағы физика, математика мектебі туралы, Назарбаев жаңағы зияткерлік мектебі туралы, тағы басқа мектептер туралы, осы қаладағы осындай үлкен жобалар туралы біз көп ақпарат алдық мастер-класста. Одан кейін барлықта біз бірден әрбір ойланған жоқпыз, бірден жазылдық. Содан кейін тапсырды бала, жыл бойы бір ай бойы тілегін оқыды бала. Одан кейін жаңағы біздің нелер жазылды, балалар оқылды. Сөйтіп 9 ай болып қалды, бірақ аз болып қалды. Содан кейін біз баламызға тапсырдық. Назарбаев зияткерлік мектеп Талдықорған қаласында. Баламыз бірінші күні жаңағы математикадан тапсырды, логикадан тапсырды. Оны Нұрлан ағай несінен көрсеңіздер болады, парақшасынан. Жаңағы 1 сағаттың ішінде бәленбай есеп шығару керек деген өте қиын нәрсе. Бала осы орталықта дайындалғаннан кейін оның бәрін шемішкедей шақты деседі. Сондықтан бүгінгі таңда баламыз осы Назарбаев зияткерлік мектебінің жаңағы грантына ие болды. Енді ары қаратай жақсы оқып, осы елге, халыққа, осы отанымызға қызмет ететін азаматтар дайындап шықсақ деген осы бір арманымыз ғана бар. Нұрланның осы орталығына, Сканави орталығына біз көптеген табыстар тілейміз. Болашақта үлкен азаматтар дайындай берсін. Математика бүкіл ғылымның атасы. Бұны білген бала ешқашан жерде қалмайды. Бұл балалар ертең біздің болашағымыз. Ал болашағымыз үшін біз бүгіннен бастап ақшаны аямауымыз керек, оқуды да аямауымыз керек, еңбекті де аямауымыз керек, күні-түні ұйықтамай жұмыс істеуіміз керек. Балаларға сәттілік тілеймін, тағы оқып жатқан келесі жылы оқуларына қалаған түсіп кете берсін.